келесі. Айландырамыз. Бәрімізге көрініп тұр ма? Аида. Яғни Аида жауап береді, біздің сұрағымызға. Ал дротикті алып лақтыра ғой. Қалғанымыз тыныш отырамыз, дарысты лақтырамыз. Нешеге түсті? 60 па? Бұл жерде мейірбек түсті, бірақ мейірбек жоқ болғандықтан оны устранить дегенді бассақ, ол бізде түсіп қалады. Енді қайтадан айландырамыз. Қазір көреміз кімге түседі екен, балалар? Ал Айгерім. Айгерім енді дартысқа бара ғой, дартысты лақтырамыз. Ана жердегі дартысты лақтыра ғой, сол лақтырған кезде нешінші жаңаға түседі, соған байланысты сұрақ қойылады. Бәрін алып таста, Айгерім. Мына жерге келе ғой, мына жерге кел. Жоқ, алыс емес, нормально. Лақтыра ғой. Нешінші санға түсті? 20-ға түсті ма? Қазір 20-ның сұрағын қоямыз. Әйгерім, енді 20-ның сұрағы, балалар тыныш аламыз. Қазақтың отбасылық ғұрыптары неше топқа бөлінеді? Иә, неше топқа бөлінеді? Бұны өткен сабақта өттіңіздер сіздер. Өткен жолғы сабақтарыңызда дұрыс айтасың, өте жақсы. 3 топ, қандай 3 топ? Сәбилік, қандай ғұрыпқа байланысты бар? Адамның, кім айтты? Аха, Назерке дұрыс айтады. Қандай салтқа байланысты? Үйлену салтына байланысты, содан кейін ең соңғысы азалау. Өте жақсы. Ал келесі әлпеш. Қалғанымыз шуламаймыз. Шетіне шығып кетті, қайтадан атамыз. Неше?